Құрметті Алматы қаласының тұрғындары, құрметті ата-аналар, сіздерді Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Алматы қаласының аумағында орналасқан су айдындарындағы мұз қалыңдығы бойынша қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұрайды. Яғни балаларыңызды жекелеген мұз айдындарына жібермеулеріңізді сұрайды. Мұз айдындарындағы мұздың қалыңдығын өздеріңіздің аяқтарыңызбен тексермеулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар жекеленген мұз айдындарында топтасып жүрмеулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар, егерде мұз айдындарына шыққан уақытта су айдындарында мұз қалыңдығының қабаттылығын тексеріп көруге болады, яғни көзбен көру арқылы. Яғни егер су айдындағы мұздың түсі ашық көк түсті болса, яғни ол мұз айдынның қалыңдығы өте берік болған. Сонымен қатар, егерде мұздың түсі сары немесе ашық сары түсті болса, ол кезде мұз қалыңдығы өте беріксіз және қауіпті болып саналады.